Құрметті Қазалы ауданы тұрғындары, біз бүгін тыл ардагері Әділбай Қайпан атамыздың баласы Бегали ағамыздың шаңырағына келіп отырмыз. Келген мақсатымыз Қазақстан Республикасының президенті биылғы 2025 жылды жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялаған, өздеріңіз де білесіздер. Осыған орай соғыс жылдарында тылда еңбек етіп, соғыс біткен соң мал шаруашылығымен айналысқан Қайпан атамызбен сұхбаттасуға келіп отырмыз. Қалыңыз қалай, ата? Жақсы. Арнайы сізге ат басын тіреп келіп отырмыз. Биыл ұлы жеңістің 80 жылдығы, мерекеңіз құтты болсын, ата. Әумин. Деніңіз сау, отбасыңыз аман болып, Бәріңізге ортақ болсын. ұрпақтарыңыздың рахатын көре беріңіз, ата. Әумин. Ата-анадан жаңғыртудым. Әкем мен шешем өзім үшеуміз болдық. 43 жылы Шиелі каналына бардық. Әкем бригад болды, шешем повар болды. Әр колхозға, әр совхозға бір ағайдың салды. Ағайдың апарасыңдар. Сол Қызылбөгілге тиіп ағайды Шымкентке бардық. Шымкентке каналға барып, адамдар каналға да жетті. Мына жоғарыда қарағанда канал ішіндегі адам шығы сияқты. Сонда болдық. 45 жыл соғыс аяқталды. Sonra 45-44'te 2 класс оқыдым мен. Оқи алмадым. 46'та әкем мен шешемді қойға жіберді. Шыдамдылық пен еңбекпен барлығын жеңбек демекші. Қиын-қыстау кездерді бастан өткердіңіздер. Енді өзіңіздің өмір деректеріңізден айта отырсаңыз. Қойға алуға. Әкем мен шешеме қойға еріп кеттім. Sonra жазды күні Қарамұнға бардық. Қойды айдап. Жай ойдаймыз. Арқамызда месіміз бар. Ешкіні сауып, меске құямыз. Соның ішінде бір жартыға салып, ашып қылып, арқамызды арқалап алып жай ойдаймыз. Үкіметті қой туып жатыр. Біздерде мал жоқ, сатпайды. Соны әр жер қозы көштерге көшеміз. Қозының аяғы жарайын жерге шейін барамыз. Сосын керегені 2 арқа қылып, астында жатамыз. Шиде жел болса, жаңбыр болса ши ұстамыз қой. Ақбызары шауып, соны ұстамыз, шықпайды қой, жел от қой. Соны Қарамұнға барамыз. Қарамұнға барып, Қызылтон деген жердің бер жағына барып отырдық. Үкіметке бірінші береміз. Қойды сауамыз. Ана бас қойшының баласы тәуір қойды күндірін қойды деп қояды. Біздерге тасамшек қой. Қашаға қойда қалады. Соны ұстап сауып, үкіметке бірінші береміз. Сол бірінші сарсуын жарты кесе ұлса қайнатып, соны шайға түстейміз, кептіріп. Сондай уақыттар болды. Мысалға өтесінде орталыққа. 22 жылы тракторды оқуын бітіріп, трактор айдадым. Дата 54 деген трактор болды. Қысыз деген трактор болды. Комбайнер болды. Солардың оқуын оқып қайттық. Бригадты көмекші болдым. Осы жақсы немере шөберем бар. 6 ел болады, 4 қызым болды. Кемпір 97-те қайтыс болды. Содан кейін сол жұманда отырып қалдым. Ата, ұлы жеңістің 80 жылда құтты болсын. Ауырмаңыз, деніңіз сау болсын. Жадырап жайнап жүре беріңіз. Бала-шаға немерелеріңіз қызын көріп жүре беріңіз, ата. Енді осы келіп отқан жастарға өзімізге бір бата берсеңіз. Өмір жастар ұзақ болсын. Немере шөберем қызығын көріңдер. Ағайын туысқан аман болсын. Ел бейбітшілік болсын. Тамақтарым тоқ болсын, ойындарым жоқ болсын. Ағайын туысқандарына қатынасып, бәрі бір адамның баласына тұра беріңіздер.